Сәлем достар, қал жағдайларыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге дәл осындай болып шығатын ерекше жазуымен шоколадты жентті жасап көрсетпекшімін. Ең алдымен таза құрғақ ыдысыма талқанымды керегінше салып аламын. Сары майымызды саламыз. Әркім өз қалауы бойынша қант қосасыздар. Қолымыздың көмегімен дәл осылай қант, май, талқанымызды араластырып шығатын боламыз. Міне дәл осылай үгітіп аламыз. Үстінен қоюлатылған сүтімізді құямыз. Қолымыздың көмегімен дәл осылай біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Міне біздің талқанымыз араласып болды. Ал енді жазуымыз үшін қара және де ақ шоколадты осылай мешоктарға салып алдым. Осыны қазір ыстық суға салып қоятын боламын еріту мақсатында. Әріп жазу үшін маған осындай форма қажет. Менің шоколадтарым еріп болды мұнда. Видеода көрсетілгендей, мен ақ шоколадты әріп жазуға қолдандым. Қара шоколадты қайда қолданғанымды қазір көрсететін боламын. Әріптерді жазып болдым. Енді шоколадтар орнына түсу үшін осылай сілку қажет. Ал енді қара шоколадымызды осы ақ шоколадтың үстінен кішкене жұқа етіп жағып шығатын боламыз. Формамызды кішкене осылай сілкіп жібереміз, шоколадтар жайылу үшін шет-шетіне. Ал енді жаңа дайындап қойған талқанымызды, жентімізді осы әріптеріміздің үстінен тығыздап салып шығатын боламыз. Міне барлығын салып алдым, ал енді морозильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Ал мұнда артылған жентті дәл осылай қолымызбен форма жасап, осылай капсулаларға салып шықтым. Қараңыздар, өте әдемі көрінеді бұның өзі. Ал мұнда мұздатқыштан осылай женттерімді шығардым. Кішкене ақырындап, асықпай, осылай формасынан босатуымыз қажет. Қараңыздар. Дәл осылай капсулаларға салсаңыздар өте әдемі көрінеді. Біртіндеп дәл осылай барлығын формадан босатып шығамыз. Жаңа қолмен форма жасаған женттерімізді дәл осылай артылған шоколадтармен бетін сәндеп шықтым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер де, сәндемесеңіздер де болады. Міне біздің жентіміз дайын болды. Қараңыздар, өте дәмді болып шықты, формасын жақсы ұстаған. Сіздер де дәл осы шоколадты жентті жасап көрсеңіздер болады. Жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар, баршаңызға ас болсын.